Апорт жай алма емес, Алматының символы. Оның даңқын қайта жаңғырту басталды. Тарихи сорт қалай сақталды және болашақта қандай нәтиже күтіледі? Бүгін талдаймыз. Алматы апортының тарихы 19 ғасырдың екінші жартысынан басталады. 1865 жылы Верныйға қоныс аударған шаруа Егор Редко Воронеждан апорт көшеттерін әкелген. Кейін жергілікті бағбандар оларды жабайы сиверс алмасының телітушісіне теліп, алғашқы өнімді 1875 жылы алған. Осылайша апорт аз уақыт ішінде кеңінен тарала бастады. Көп ұзамай Алматы апорты әлемге танылды. 20 ғасырдың басында ол Ресей мен Еуропаға экспортталып, 1908 жылы Германиядағы халықаралық көрмеде жүлде иеленді. Содан бері Алматы апорты Қазақстанның басты жеміс брендіне айналды. Апортқа сұраныс артқан соң оны өндірістік көлемде өсіру де қолға алынды. 1930 жылдары ірі бау-бақша шаруашылықтары құрылып, 1937 жылы арнайы ғылыми институт ашылды. Ғалымдар апортты жаңа сорттар шығаруда донор ретінде пайдаланды. Соның нәтижесінде еліміздегі бақтардың аумағы 107 мың гектарға жетіп, онда 3 миллионнан астам апорт ағашы өсірілді. Оның 70%-дан астамы Алматы облысында орналасқан. Алайда мамандардың айтуынша апорттың ерекше дәмі мен сапасы кез келген жерде қайталанбайды. Бұл сорт Іле Алатауының бөктерінде ғана өзінің табиғи қасиетін толық ашады. 2011-2012 жылдары жүргізілген зерттеулер барысында апорттың дәмдік ерекшеліктері сақталған 115 генетикалық формасы іріктеліп, арнайы қорға енгізілді. Ал 2023 жылы Алматы апорты Қазақстанның ресми бренді ретінде патенттелді. Апорт теңіз деңгейінен 900-1300 метр биіктікте өзінің барлық қасиетін толық ашады. Тау етегінің климаты, топырағы мен температура айырмашылығы жеміске ерекше қызыл реңк, қайталанбас хош иіс пен қытырлақ құрылым береді. Ал қазір осы бірегей сортты қайта жаңғырту жұмыстары жаңа кезеңге өтті. Елімізде 2025-2028 жылдарға арналған арнайы жол картасы іске асырылып жатыр. Негізгі мақсат алманың генетикалық ерекшелігін сақтап, сапалы көшет өндірісін жолға қою. Бұл бағыттағы алғашқы нәтижелер де бар. Талғардағы өңірлік филиалда жабайы сиверс алмасының тұқымдарынан арнайы тұқымбақ құрылып, қысқы теліту әдісімен алғашқы көшеттер өсірілген. Биыл помологиялық бақта 10 гектар жаңа апорт бағы отырғызылып, суару жүйесі жаңартылып, қажетті техника сатып алынған. Бұл жұмыс ұзақ жылдарға созылған ғылыми зерттеулерге негізделген. 2011 жылдан бері ғалымдар сиверс алмасының табиғи популяцияларын зерттеп, апортпен генетикалық тұрғыдан ең үйлесімді телітушілерді анықтады. Кейін вируссыз көшет өсіру технологиясы әзірленіп, 2015 жылы алғашқы тәжірибелік бақ отырғызылды. Бүгінде сол ғылыми жұмыстар өндірістік деңгейдегі жобаның негізіне айналып отыр. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі көшеттер тарихи Алматы апортының клондарынан алынып, ғылыми тұрғыда дәлелденген. Алайда апорт тез өнім беретін интенсивті сорт емес. Сиверс алмасының телітушісіне өсірілген ағаштар алғашқы жемісін шамамен 7-8 жылдан кейін береді, ал толық өнімділігіне 10 жылда жетеді. Сондықтан мамандар бұл жобаны қысқа мерзімді табыс көзі емес, ұлттық маңызы бар ұзақ мерзімді инвестиция деп бағалайды. Соған қарамастан жобаның экономикалық әлеуеті жоғары. Ғылыми есептерге сәйкес толық өнім берген бір ағаштан орта есеппен 50-70 келі алма алуға болады. Оның үстіне апорт тасымалдауға төзімді, ал заманауи сақтау технологиялары оның дәмі мен сапасын көктемге дейін сақтауға мүмкіндік береді. Осы мүмкіндіктерді ескере отырып, апорт бақтарын кезең-кезеңмен ұлғайту жоспарланған. 2025-2028 жылдары елде жалпы 110 гектар жаңа апорт бағы отырғызылды. Алғашқы 2 жылда помологиялық бақ пен Алматы қаласының әкімдігі жыл сайын 10 гектардан бақ егеді. Кейін бұл жұмысқа Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті және Байсерке агро қосылып, тағы 90 гектар бақ отырғызады. Бағдарламаның түпкі мақсаты Алматы апортын халықаралық нарыққа қайта шығару. Дегенмен ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы басқарма төрағасының орынбасары Максим Сутуланың айтуынша, әзірге негізгі міндет тұрақты өндірістік базаны қалыптастыру. Соған қарамастан Алматы апорты халықаралық деңгейде насихатталып келеді. Соңғы жылдары ол Италиядағы ФАО штаб пәтерінде, Германиядағы ауыл шаруашылығы көрмесінде және Ресейдегі халықаралық форумдарда таныстырылды. Мамандардың пікірінше, апорттың қайта жаңғыруы Алматының тарихи брендін күшейтіп, агротуризмнің дамуына серпін береді. Егер жол картасында көзделген жұмыстар толық орындалса, Қазақстан әлемге әйгілі алмасын халықаралық нарыққа қайта шығарып қана қоймай, ұлттық символдарының бірін келер ұрпаққа сақтап қалмақ.